Достар, бүгінгі видеода сіз жариялаған постқа мүлдем пікір қалдырмау үшін не істеуге болады деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Алдымен қандай да бір фотоны не видеоны жүктеп бөлісу бөліміне келеміз. Мәтіндеріңізді, тұрғылықты жеріңізді және тег дейтін адамдарыңызды енгізіп болғаннан кейін астыңғы бөлігінде кеңейтілген баптаулар Advanced Settings деген бөлім бар. Сол бөлімге кіріп, барлық пікірлерді сөндіру деген батырманы іске қоссаңыз, сіздің барлық осы постқа арналған барлық комменттер қабылданбайтын болады. Яғни алаңсыз постпен бөлісе беруге негіз бар. Постты бөліскеннен кейін, егер де қандай да бір ойыңызды өзгертіп қандай да бір жағдай болса, осы постқа қайта келіп, үстіңгі бөлігіндегі мәзір бөлімін басып, пікірлерді қайтадан іске қоса аласыз. Бұдан кейін адамдар сізге қайтадан пікір қалдыра алады деген сөз. Бұл видеоның мақсаты сізге постыңызға пікір қалдыруды немесе қалдырмауды өзіңіз реттей алатындығыңызды көрсету болған. Егер де видео көңіліңізден шықса, міндетті түрде лайк қойып, каналымызға жазылуыңызды сұраймын. Келесі видеода кездескенше.